Жаңа жылға арнап жұмыстан берілген сыйлықты алуға және сыйлық беруге болады ма? Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам діні бөтен адамнан да сыйлық алғандығы сахи хадистерде айтылады. Сондай-ақ Әзіреті Омар өзінің мұсылманшылықты қабыл етпеген мүшрік бауырына киім сыйлағандығы сахих Мүслім атты хадистер жинағында да келтірілген екен. Сондықтан да жаңа жылға арнап жұмыстан сыйлық беріліп жатса, оны қабыл алудың еш әбестігі жоқ. Маңыздысы берілген зат халал болуы керек. Ал енді сыйлық сыйлауға келер болсақ, бұған байланысты ертеректе өмір сүрген кей ғұламаларымыздың айтуы бойынша діні бөтен елдің мейрамын ұлықтау мақсатында емес, жай адамдар арасында орын алған әдет болғандықтан, әлдекімге ықылас білдіріп сыйлық сыйлап жатса, оған бола кәпір болмайды. Тек дәл сол күні емес, бір күн алдын не бір күн кейін сыйлағаны жақсы. Бұл сол қауымға ұқсау болмасын дегендік. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім бір қауымға ұқсаса, ол солардан деген. Сол себепті өзінің жора жолдастарына немесе туған туыстарына сыйлық сыйлағысы келген дін жолындағы мұсылман кісі мүмкіндігінше дәл жаңа жыл мейрамында емес, одан бұрын немесе одан кейінгі күндері сыйлағаны дұрысырақ.